Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәнінің қатынас білім беру саласы бойынша лекциямызды бастаймыз. Педагог балаларды бір-біріне сыпайы қарым-қатынас жасауға, құрбы-құрдастарын тыңдай білуге, дауласпай бірінің сөзін бірі бөлмей, сыпайы түрде қарсылық білдіру дағдысына тәрбиелеу арқылы олардың ұжымда өзара қарым-қатынасына және тілдесу мәдениетіне ерекше мән береді. Педагог баланың ересектермен әңгімелесуі кезінде оған құрмет көрсету және назар аудару білігін қалыптастырады. Педагогқа балалардың әрекет мазмұнын түсінуі және оны дұрыс бағалауы маңызды. Оның ықпалымен мектеп жасына дейінгі балалардың түрлі жағдайда қалай әрекет ету қажеттілігін өз бетінше анықтауға қабілеттілігі артады. Оқу әрекеттерінің мазмұнын білім және тәрбие міндеттерінің кешенді және өзара байланыста шешілуіне бағытталған. Жаңа материалды игеру ескіні жаңғырту негізінде жаңаны іске асыру арқылы жүргізіледі. Жаңа материал шағын үлеспен беріледі. Сабақ барысында жаңа материалды бастапқы қабылдау және оны түсіну, бекіту іске асырылады. Мұның өзі сабақ құрылымынан көрініс табады. Қайталанған сабақта білім, дағды және біліктерді игеру, оны одан әрі кеңейту және тұжырымдау жүзеге асады. Әртүрлі әрекеттер арқылы және түрлі жағдайларда білімді бірнеше қайтара қабылдау қалыптасатын түсініктердің толыққандылығын қамтамасыз етеді. Тіл дамыту және көркем әдебиет сабағының мазмұны бірнеше бөлімдерден тұрады. Соның ішінде бірінші бөлім тыңдалым және айтылым деп аталады. Тыңдалым және айтылым бөлімі өз ішінде дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыру, тыңдалған материалдың мазмұнын айқындау, әдеби шығарманың жанрын анықтау, тыңдалған материалды мазмұндау, оқиғаны болжау, түрлі қарым-қатынас жағдайларына қатысу, тыңдаушының назарын аудару, берілген тақырып бойынша әңгіме құру, тыңдаған материал бойынша өз көзқарасын білдіру, драма элементтерін қолдану болып, 10 топшаға бөлінеді. Дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыруда, тілдің дыбыстық мәдениетінің міндеттерін шешуде жалпылама жұмыс түрлері маңызды болып табылады. Тіл дамыту және көркем әдебиет сабақтарында балалардың тілін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Тілдегі жан-жақты байланыс, тілдің дыбыстық мәдениетіне тәрбиелеу, грамматикалық құрылымын қалыптастыру, сөздікпен жұмыс, сөздерді байланыстырып сөйлеудің алғы шарты болып, тыңдалған материалдардың мазмұнын түсіну, айналасы туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру барысында балалардың сөздік қоры дамытылады. Тілін зат есімдермен, етістіктермен, қосымша сөздермен, шылау және ойдағайлармен байытады. Жалпы есімдерді қолдану, яғни бас киімдер, бұталар, көліктер, электр құралдары, музыкалық аспаптар, жетектер, жәндіктер және басқа да тақырыпта олардың игерілетін мәліметі көбейеді. Әдеби шығарманың жанрын анықтауда балалардың диалогтық және монологтық тілін дамытуға ықпал ететін тілдік орта құру, балаларға әңгімелеп беру және оқу, мәнерлеп оқу, қайталап оқу әрекеттері іске асады. Тыңдалған материалды мазмұндауда қайталап айту, яғни бала тілін дамыту құралы екендігін, әдеби мәтінді қайталап айтуға қойылатын талаптарды сақтау қажеттілігі, яғни толыққанды және түсінікті мазмұн, жанрлардың алуан түрлігі, анық композиция, қарапайым сонымен қатар тілі бай шығармалармен таныстыру көзделеді. Бір сабақта қайталап айтып беруге қатысушылардың саны шығарманың көлеміне және толық айтылуына шамамен 5-7 балаға байланысты қолданады. Сабақта қайталап айтуда әр бала қалаған нәтижеге қол жеткізе алуы тиіс. Оқиғаны болжау мектеп алды даярлық сыныбында балаларға түсінік айтудың, яғни сипаттамалық және хабарламалық тәсілдер арқылы қарапайым құрылымы туралы ұғымды қалыптастыру өз жалғасын табады. Балаға заттың атауы мен белгілерін дұрыс айту, затқа сипаттама беру кезінде жіберілген қателіктерді анықтау үйретіледі. Пейзаждық картина, натюрморт бойынша сипаттамалық әңгімелер құруға болады.
ірі мазмұндағы картиналар бойынша, сондай-ақ кейіпкерлері бірдей картиналар сериясы бойынша балалар хабарламалық әңгімелер құрастырады. Бұл тақырыптар жеке және ұжымдық болуы мүмкін. Түрлі қарым-қатынас жағдаяттарына қатысу, тілдік нормаларды дұрыс қолдану барысында педагог ауызша өтініштің үлгісін береді де, осы сөз тіркестерін еске сақтау қажеттігін ескерте отырып, кейде балаға қайталауды ұсынады. Бұл тапсырма сыпайы сөйлеудің формаларын бекітуге ықпал етеді, тілдік әдеп формаларын қолдана білуге үйретеді. Тыңдаушының назарын аудару, яғни балаларды шығарманы тыңдай білуге үйретуде, олардың жеке тәжірибесінен мысалдар келтіреді. Сүйікті ойыншықтары, отбасы мүшелері, жануарлар, демалыс күндері, балалар мен олардың жақындарының өміріндегі қызықты оқиғалар, балалар ертегінің соңына дейін өздерінің ойластырылған, өз шығармашылығымен туындаған іс-әрекеттерді баяндағаны абзал. Берілген тақырып бойынша әңгіме құрастыруда ересектердің көмегімен берілген тақырып бойынша шығармашылық әрекет дағдыларын, яғни түрліше қарым-қатынастағы әңгіменің жалғасын және соңы ойластыра білуді қалыптастырады. Әңгіме құрастыруға үйретуде педагог өзінің әңгіме үлгісінің нұсқасын ұсынады. Әртүрлі тәсілдер, мысалы, көркем сөз, ой қорытуға түрткі болатын сұрақтар, музыка тыңдау және тағы басқа да әрекеттерді қолданылуы мүмкін. Мысалы, күз тақырыбындағы картинаны қарастыру алдында балаларға күз туралы музыкалық шығармаларды тыңдатылғанда оң нәтиже береді. Тыңдалған материал бойынша өз көзқарасын білдіру. Яғни, бұл кезеңде педагогтың міндеті келісілген немесе келіспейтіндігін білдіру, балалардың шығармашылық бастамаларын ынталандыру, шығарма туралы балалардың пікірін ескеру, қажет болған жағдайда оған түзету жасау, баланың адамгершілік әлеуетін қалыптастыруға бағытталады. Ал драма элементтерін қолдануда таныс емес аудиторияның алдында, мысалы мерекеде, ересектердің және басқа топтардың қатысуымен өтетін іс-шараларда сөз сөйлей білуге тәрбиелеу. Адамдар арасында қарым-қатынасты драмалау ойындарында қайталау әлеуметтік тәжірибені байыта түседі. Педагог рөлдерді тілдік құралдарын меңгеруге ықпал ететіндей, ойды үйлестіре білуге үйрететіндей бағытта сипатталады. Келесі екінші бөліміміз бұл оқылым. Оқылым өзіндік жүйесі бойынша сұрақтар қоя білу және оның басты идеясын түсінуге көмектеседі. Яғни, бұл кезеңде балалар өздерін қызықтыратын түрлі пікірлер, әңгімелер, нысандар, әрекеттер, пейзаждар бойынша сұрақтар қоюды қамтиды. Ойластырылған жауаптарды, дәлелдеулерді қажет ететін сұрақтар ең үлкен топты құрайды. Шығарма бойынша сұрақтар саны 5-7-ден аспауы қажет. Екінші, бұл түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу. Бұл яғни суреттер, иллюстрациялар, интернет, мультфильмдер, ертегілер, ойыншықтар және басқа да көрнекіліктер көмегіменен іске асады. Өнердің бір түрі ретінде балалардың көркем әдебиетке деген қызығушылығын қалыптастыру, сауатты оқырмағын тәрбиелеу мақсатында жұмсалады. Мұнда қазіргі әдеби шығармаларды енгізу есебінен қазақстандық авторлардың шығармаларымен таныстыру арқылы балалардың оқу аясын кеңейту көзделеді. Әдетте оқулар әртүрлі көрнекі материалдар, ертегі иллюстрацияларын, фотосуреттер мен мазмұндық суреттерді көрсетумен сүйемелденеді. Барлық балаларға үлестірме материалдары, таныс мәтіндері бар бірдей кітаптарды тарата отырып, бірнеше сабақ өткізу ұсынылады. Мұндай кезеңде бірнеше сөзді, бет, парақ, мұқаба, автор, атауы, иллюстрация, жол, оң жақ, сол жақ деген ұғымдарды жандандыруға болады. Әрі балалардың кітаппен қарым-қатынас ережелері бекітіледі. Үшінші бөлім жазылым бөлімі деп аталады. Жазылымда ақпаратты түрлі формада ұсыну
негізгі бір бөлімі болып табылады. Яғни абстрактылық түсініктерді дыбыс, сөз, мәтін, сөйлем, кейіпкер ұғымдарын балаға түсіндіру, баланың тілдік белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді, онымен тәжірибеде әрекет жасауға үйретеді. Көрнекі түргіде үлгілеу мынандай кезеңдерден тұрады. Яғни ақпараттарды графикалық тәсілдер арқылы берумен таныстыру, үлгідегі таңбаларды оқу дағдысын қалыптастыру, өз бетінше үлгілеу дағдыларын қалыптастыру. Шартты түрде әртүрлі сипаттағы таңбаларды заттардың символдық бейнелерімен, сұлбалық және заттық суреттермен алмастыруға болады. Қатысым білім беру саласының келесі бөлімі бұл сауаттылық негіздері және жазу сабағының мазмұнын қамтиды. Бұнда бірінші бөлім тыңдалым және айтылым бөлімінен анықталады. Сөздікті байыту және нақтылау жұмыстарын жалғастыру, сөздің мағынасын түсіндіру, сөздердің мағынасын нақтылауға арналған жаттығулар кешенінен тұрады. Сөздердің дыбысталу формаларын ажыратуда педагог сабақта тілдегі дыбыстарды және олардың әріппен белгілену әдістерін практикалық тұрғыда үйретуге көп көңіл бөледі. Балалар әріптердің бейнесін біртіндеп еске сақтайды, олардың әрқайсысын сөйлемді ауызша тілдегі сәйкес сөздер және фразалармен салыстырады. Балалар сауаттылық негіздеріне оқыту, тіл дамытумен, сөздің мағынасын нақтылаумен және тілдің дыбыстық буындық құрылыммен тығыз байланысты болатындығын игереді. Екіншіден, тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну. Балаларды сөйлеммен және сөзбен таныстыру арқылы баланың сөйлем, сөз терминдерінің мәнін практикалық тұрғыда меңгертуді қарастырады. Сөздердің негізінен өзіндік орналасу тәртібін, яғни көбелек пырылдайды. Мұнда бастауыш баяндауыштың алдында тұратындығы, сөздерді киірретпен орналасқан сөйлемдер арқылы да беруге болатындығын, мысалы, жақында күз түседі, немесе шөптер солады. Керісінше болғанда, яғни солады шөптер, күз түседі, жақында деп орындарын ауыстырып, олардан түрлі сұраулы, лепті, хабарлы сөйлемдер жасауға болатындығын игертеміз. Үшіншіден, тыңдалған материалдарды мазмұндау. Мұнда балалардың диалогтық және монологтық тілін дамытуға ықпал ететін тілдік орта құру, балаларға әңгімелеп беру және оқу, мәнерлеп оқу, қайталап айту әдістерін игертеміз. Төртінші кезең, мұнда түрлі қарым-қатынас жағдаяттарына тілдік нормаларды сақтай отырып қатысу, шығармашылық әрекет дағдыларын қалыптастыру, яғни ересектердің көмегімен әңгімені жалғастыру және аяқтау. Балалардың бір-бірімен тілдесуіне түрткі болуда диалогтық тілді дамытуға ықпал ететін түрлі тәсілдер мен әдістерді қолданамыз. Мұнда сөз, дыбыс, дауысты және дауыссыз ұғымдары туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Сөздегі дыбыстардың ретін үйретіп, қатаң және ұяң дауыссыз дыбыстарды ажырата білуге арналған жаттығуларды қолданамыз. 3-4 дыбысты сөздердің дыбыстық құрылымына дыбыстық талдау жасауға, айтылым ерекшеліктеріне және дыбыстың дыбысталуына талдау жасауға, яғни еріннің, тілдің, тістің жағдайына, дауыстың қатысуына, ауа ағынының өтуіне байланысты дауыстылар мен дауыссыз дыбыстардың жасалуына түсінік береміз. Бесіншіден, тыңдаушының назарын аудару, яғни негізгі ойды дұрыс жеткізе білуге, монологтық ойларын дұрыс құрауға, бірізділікпен және дәл қайталауға, қысқаша сипаттық және хабарлы әңгімелер құруға үйретеміз. Тілдік әдеп түрлерін қолдану, таныс емес аудиторияның алдында сөз сөйлеу,